Қайырлы күн достар, бүгінгі біздің өтетін сабағымыз Instagram әлеуметтік желісі арқылы таргетинг жарнаманы жасау. Жалпы Instagram арқылы таргетинг жарнаманы жасау үшін сіздерге бизнес аккаунт ашу керек болады. Бизнес аккаунт ашу үшін Instagram әлеуметтік желісін Facebook'тағы парақшамен байланыстырасыздар. Facebook'тағы парақшамен байланыстыру үшін мен сіздерге қазір бір видеоны көрсетейін. Онан кейін сол видеоны көргеннен соң сіздерге таргетинг жарнама жасауды үйрететін болам. Кеттік ендеше. Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram? Чтобы сделать бизнес-аккаунт, вам сначала нужно сделать обычный аккаунт, если у вас его еще нет. Дальше в своем аккаунте вы заходите в настройки. Чтобы это сделать, нажимаете 3 полосочки в правом верхнем углу. Дальше внизу у вас будет надпись «Настройки». Заходим сюда. Чтобы сделать бизнес-аккаунт, у вас должен быть обязательно профиль Facebook. К нему вы будете привязывать свой Instagram-аккаунт. Кончик вниз, аккаунт, перейти на бизнес-аккаунт. Нажимаем. Здесь нам пишут, что у нас будет вместе с бизнес-аккаунтом. У нас будет статистика, мы сможем продвигать свой аккаунт и мы сможем сделать кнопки. Нажимаем «Продолжить». Выбираем категорию своего бизнес-профиля. Соответственно, здесь мы крутим справа налево и выбираем то, что подходит нам. Давайте выберем личный блог. Дальше снова можно выбрать раздел. Нажимаем «Далее». Здесь вам нужно проверить электронный адрес, который вы указали при регистрации в Instagram. Этот адрес будет у вас в аккаунте. На него любой подписчик и любой посетитель вашего аккаунта сможет нажать и написать вам письмо. Здесь вы также можете изменить способы связи. Нажать внизу «Изменить способы связи». Указать свой email, который вы хотите чтобы люди использовали для контакта с вами, номер телефона и адрес компании. Это делать не обязательно, но если хотите, это можно сделать здесь. Также уже после того, как вы создадите свой бизнес-аккаунт, вы сможете менять эти данные. Нажмем «Далее». Естественно, нужно привязать свой аккаунт в Instagram к публичной странице на Facebook. Если у вас ее нет, то вам предложат ее создать. Нажимаем «Выбрать страницу». Здесь вам нужно ввести свой логин и пароль от Facebook. Здесь можно нажать «Ок» или «Не сейчас». Так, снова нажимаем «Выбрать страницу». Здесь у нас показаны все страницы, у которых мы являемся администратором. Если у вашего бизнес-аккаунта еще нет публичной страницы на Facebook, то здесь же вы его можете создать. Нажимаете «Создать новую страницу». Придумываете название. Выбираете категорию снова. Личный блог, например. Нажимаем «Готово». Все, наш профиль готов. Болды, осылай жасағаннан кейін Instagram парақшаға өтеміз. Instagram парақшаға өткеннен кейін посттарыңызды қарасаңыздар, осындай астында посмотреть статистика деген тұрады. Одан кейін продвигать деген болады. Продвигать дегенді бассаңыздар, таргетинг жарнама жасалатын болады. Қазір мен сіздерге басынан бастап бір жарнама жасап көрсетейін. Мысалы, кез келген бір текст алайын, өзім дайындап қойғам. Сіздер де осылай текст дайындап аласыздар. Онан кейін жарнама жасайсыздар. Мысалы, міне осыған таргетинг жарнама берейік. Текстті қоямыз. Немесе өзімізді, немесе компанияны белгілейміз. Белгілемесеңіздер де болады. Енді пост саламыз. Пост салғаннан кейін таргетинг жарнама жібереміз. Таргетинг жарнама жібересіздер. Мына жерде продвигать дегенді басасыздар. Басқаннан кейін, егерде сіздер бұрын жарнама жасаған болсаңыздар, осындай бюджет деген сияқты, немесе аудитория деген тұрады. Сол аудиторияға бассаңыздар, бірден жарнама жасаласыздар. Мен сіздерге қазір түсінікті болу үшін басынан бастаймын. Мына жердегі новые настройки дегенге басасыздар. Басқаннан кейін мына жерге сіздерге 3 орынды ұсынады. Бас профиль дейді, яғни сіздің басты бетіңізге
өтетін сілтеме жіберу керек, немесе сіздің сайтыңызға, немесе дайрект дейді. Яғни дайректке жіберсеңіздер, таргетинг жарнаманы көрген адамдар бірден сіздің дайректіңізге инстаграмдағы SMS жібереді. SMS сияқты хат жолдайды. Ал басшы сайт дегенге сіздер жаңа өздеріңіздің сайттарыңыздың сілтемесін немесе WhatsApp желісіндегі группалардың сілтемесін қоясыздар. Мен мына арада көрсетіп өтейін. Қазір былай алсаңыздар, мына жерде URL деген тұрады. Сол URL деген жерге өздеріңіз WhatsApp-тағы бір сілтемені әкеп қоясыздар топтарыңыздың. Мысалы, міне WhatsApp-тағы бір тобыңызға кірдіңіз, өзіңіздің, сосын мына келіп, пригласить деген жерден сілтемесін аласыздар. Көшіріп алғаннан кейін Instagramға келіп, мына жерде URL деген жерге сол сілтемені қоясыздар. Қойып болғаннан кейін мына жердегі батырма басасыздар. Міне басқаннан кейін ары қарай жібереміз, келесіне өтеміз. Басасыздар. Одан мына арада сіздерге адам таңдау қажет болады. Мына арада біз нелер таңдаймыз, жаңа аудиторияны. Мына жерден басамыз, не создать свой дегенге. Сосын басқаннан кейін мына жерге аудиторияның атын жазасыздар. Мысалы, мен мына жерге жазам таргетинг контент. Контент плюс таргетинг жасайын мұраға. Таргетинг. Сосын мына жерге орын жазуға болады, жаңа өздеріңіздің орындарыңызды жазсаңыздар да болады. Мына жерге мысалы мен жазсам Қазақстан деп. Кез келген аудиторияны таңдап аласыздар осылай. Сосын мына жерге интерес деген жерге жазасыздар, мысалы бизнес. Мына жерге жазасыздар бизнес. Сосын мына жерде ала бересіздер, астын таңдап, деньги. Сосын богатство, доход, пассивный доход, финанс, личный финанс деген сияқты кез келген өздеріңізге қажетті нелерді таңдап аласыздар. Таңдап алып болғаннан кейін үшінші қадамға өтеміз. Қайтадан артқа қайту үшін мысалы мына жағындағы басасыздар. Енді мына арада бізде қазір аудиторияны клик жерден тағы түзетеміз. Мына жерде жастарын таңдап алуға болады. Мысалы 22 жастан 43 жасқа дейін таңдап алайын неге. Сосын тек қана әйел адамдар деп алуға болады, немесе тек қана ер адамдар деп жіберуге болады. Мына арадан басамыз, міне орын ары қарай жібереміз. Келесі, міне. Енді мына арада сіздер ақша қоясыздар. Мысалы, мынаны жазсаңыздар $1, $2, $3, $4 деп неге тұрады бюджет күніне. Мысалы, мен $30 деп қоя салайын. $30 2 күнге деп қоям. Онан кейін мына жерден жіберемін. Енді жібергеннен кейін мына жерде сіздерге карта нөмірі тұрады. Картаны жазасыздар. Сосын создать промоцию дегенді басасыздар мына жерден. Көкпен тұрған көптің ішінде соны басасыздар. Және картаның нөмірін жібересіздер. Сіздер де ана жерде картаның артындағы 3 нөмір жібересіздер, және Каспий Голдқа кіріп интернет магазинді ашасыздар. Ол үшін тағы бір видеоны көрсетейін, міне. Өздеріңізде Каспий Голд болады. Сол Каспий Голдқа кіргеннен кейін мой банк дегенге кіресіздер. Одан кейін интернетті ашасыздар. Мен мына видеоны қазір көргеннен түсінесіздер. Картаны осылай ашасыздар қазір. Переходим в раздел «Мой банк». Выбираем Каспий Голд. Нажимаем на раздел «Оплата в интернете». Сейчас доступ к оплате в интернете у карты закрыт по умолчанию.
Но мы можем міне сіздерде осындай закрыт доступ деп тұрады. Осыны сіздер ашасыздар. Яғни мына жерден 25 мың, 50 мың, сосын 100 мың, 200 мың деген тұрады. Соны мысалы 25 мың қой саламыз, на которую мы рассчитываем совершать покупки и оплаты в интернете с карты. 25 мыңға қой салыңыздар, сол жетеді. В любой момент. Можно снять лимит, если мы совершаем покупки на сумму больше предложения. Выберем лимит 50 тысяч тенге. Каждый месяц доступ активируется автоматически на ту же сумму, если мы ничего не меняем. Жмем на кнопку «Изменить лимит». В целях безопасности Каспи присылает на наш мобильный телефон Осылай қойғаннан кейін сіздерге SMS келеді, сол SMS-ті осында код жазасыздар. для активации доступа. Вводим код из СМС. Нажимаем «Подтвердить». Доступ открыт. Міне, осы кезде сіздерге жаңағы лимит ашылады, содан кейін таргетинг жарнаманы жасай бересіздер. Міне жаңағы неге кірдік, постқа, сосын таргетинг жарнама жасағаннан кейін сіздерде мына жер жасыл болады, мынау көк болады, сосын жарнамаларыңыз жүре береді. Міне, мына жоғары жағына қарасаңыздар, міне Promaxi деген болады, сол Promaxiге кіресіздер. Мына жерде активный біраздан кейін өздері жібереді, таргетинг жарнама жібереді. Болды, осылай жасай саласыздар.